скачкадағы аттар сияқты бол дейді да өмірде. Аха. Не десем сөйтсем скачкадағы аттардың жылқылардың 7 сантиметр резина былай 7 сантиметр резина былай тігіледі екен. Аха. И ол жылқы жарыс кезінде тек финишті ғана көру керек та. Сол жақта не жатыр, оң жақта біреу не деп жатыр, біреу саған айқайлап жатыр, біреу негатив, біреуге ұнап жатқан жоқсың ба, бәрібір. Сенің позицияң ол финиш. Өйткені анандай нәрсе бар да, дисциплина мен жалпы мотивацияның разницасын, осы айырмашылығын осылай айтады ғой. Мотивация ол бүгін сен жанып тұрған шығарсың, ертең өшеді дейді. А дисциплина болса ол ары қарай жалғасымды болады дейді. Өйткені тек жанып тұрған кезде кез келген адам жұмыс жасай алады, ал бағанағы жанбай тұрған кезде жұмыс жасай алу мықтылардың ісі деп. Сөйтіп бір бургерді 250 теңге тұратын бургерді 500 мың саттық. Сөйтіп видео түсіреді тиктокта. Қайырлы күн, мен бүгін күйеуім маған Pro Max әперді деп бастайды. Қазір мен анпакинг жасаймыз дейді жаңағы. Бұл салам Pro Max деп прикол істейді. И ана пышақпен жыртады, ашады, iPhone сияқты. Сол 12 миллион просмотр тиктокта. И болды, кетті. Я, и мен поэтому ғой бізде мысалы студент 16-шы iPhone алып алған. Рассрочкаға. Китайский лапша жеп, денсаулығын құртып жүріп, автобуста ходит. Ана телефонмен не пользуется. Ол сен вложение ғой, ол да кәсіп қой. Алдың ба, жұмыс істеу керек ол саған. Қызмет ету керек. Кәсібіңді біреу алып қоюы мүмкін. Сенің отырған креслоңды біреу алып қоюы мүмкін. Сенің көлігіңді тартып алып қоюы мүмкін. Бірақ сенің біліміңді ешкім алмайды да. Қайырлы күн, құрметті YouTube көрермендер. Бүгін бізде кезекті шығарылым. Біздің кезекті шығарылымның қонағы Абдинур Сұлтанғалиев мырза. Өйткені бұл кісі өзі All Stars Club'тың негізін қалаушы, және де көптеген мықты компаниялардың креативті маркетинг жүргізген. Сондықтан да бүгін бір қызық сұхбат болады. Өйткені бұл кісі PhD доктор. Қош келдіңіз, Сәбеке. Рахмет, қош келдіңіз. Жалпы өзіңіздің бір білім саладағы жүріп өткен жолыңыз туралы бассақ. Жалпы өзіңіз қайда оқыдыңыз, неден бастадыңыз? Ары қарай ағылшын тілі туралы сөйлесетін боламыз. Біріншіден қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы таң болуы мүмкін, қай уақытта көріп отырғаныңызға баршаңызға сәлем. Айбек мырза, сізге көп рахмет, алғыс шақырғаныңызға, осындай құрметке лайық болып отырғанымызға. Енді білім жолын бассақ, тоже ауылдан шыққан жігітпіз ғой енді. Түлкібас деген ауыл бар, Шымкентке жетпей. Сол ауылдан шығып, қазақ тілін 5-ші классқа дейін оқып, содан кейін орыс тілінде меңгерген дұрыс деп ата-анам өзгертті орыс мектебіне. Сол момент өте қиын болды, потому что енді әбден үйреніп қалғансың ғой сен қазақ тіліне, қазақи менталитетке, сосын орысша менталитетке мүлдем өту керек болды. Сөйтіп сол ауылда оқып, енді де өкінішке орай 61 балл алып, бірақ барлық арманым жүргенівке түсу еді. Актер болам, режиссер болам, сол өнер саласында деген моменттер болды да, бірақ өкінішке орай бізде енді 90-шы жылғы балаларда андай ғой позиция, ата-ана шешеді ғой үнемі. Не аласың өнер, не аласың анау, біз бәріміз мұғалім болдық, сен де осы сала деп сөйтіп физматқа түсіреді. Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетінде физматта 1-ші курс оқимын, платныйға түсеміз, бірақ өкінішке орай ақша болмайды үйде. Өйткені действительно бір қиын кезеңдер болды. Өйткені әкем ерте кетті, сөйтіп анам мектепте, әжем бар марқұм. Сөйтіп Алматыға келіп оқуға түскеннен кейін оқу өте қиын болды да, ақшалай қаржы жағына ауылға қайту керек болды. Ауылға қайттым да, сосын былай болмайды, енді дұрыс емес қой. Соңына дейін бару керек деп тойға шығам. Тамада болдыңыз ба? Тойға, Тамада болдыңыз ба? Тамада, ол кезде тамада бұл level up қой, типа андай ағылшынның, короче, ең супер advanced, там Pro Max advanced деп айтайықшы, сондай білу керек болды да. Бірақ мен шаншардың дискісін қарайтын, сол кезде пародистер шығатын, соларды жаттап алып, тойға шығып, пародиямен ақша табатын. 1000 теңге, 2000 теңге, ана жерде ең андай көршілерім отыр, ұят жаңа жерде ше. Қалай екен, мынау біздің көрші ғой деп болады ғой енді. Жап-жасың 18-де ме өзі. Сөйтіп 1000 теңгеден әйтеуір жинап, сосын Алматыға қой мақсат қою керек, жеңілмеу керек деп Алматыға қайттан келемді. Сөйтіп грантқа түсу керек деймін ғой өзіме. Қай сала ұнайды? Окей, творчество жағы жақсы, тамаша. Сосын давай ресторан дел, гостиничный бизнес формат маған ұнайды. Сөйтем да бар күшімді салып Алматыға келіп, сол Қазақ спорт және туризм академиясының бакалаврдан бастап, әйтеуір докторантураға дейін грантқа оқыдым ғой. То есть кезіндегі обида болған зат, өзіме ЕНТ-ға, УБТ-ға дұрыс дайындалмадым деген зат
сол кезде қамшысын тигізді де соншалықты докторантураға дейін бардым ғой грантқа. Бір қызығы үш жерде ұқсайды екен. Мен де негізі Сүлеймен Демирелге халықаралық журналистикаға түсуім керек болған. Енді былтырғы балмен салыстырсаң кәдімгідей балым жетіп тұр. 4-5 балл озып тұрмын енді. Ой дедім 100-96 деген не деген сұмдық деп қоямын. Сөйтіп түспей қалмын мен де. Өйткені қалада бітірдік біз. Абай атындағы республикалық тарында бітіргеннен кейін бір енді қалалық квота болғаннан кейін, қала мен ауылдық квота жоқ болғандықтан ауылдың балдары 92-мен түсті. Біз 96-мен түспей қаламыз да. Сөйтіп сол жағы ұқсайды екен да бағана болады. Бір жыл негізі өмірден таяқ жеп алсаң, ары қарай өз көп нәрсеге сабақ береді ғой. Сондықтан да енді бастап жатқан кісілер болатын болса, өмірде қиындық болып жатқан болса, ешқандай нәрсе шешпейді ол. Өйткені мысалы сол кезде грантта оқыған жігіттерді де білеміз мысалы да. Қазір ойланып қарасаң, көп ана жасап жатқан дүниеміз бір елге белгілі дүниелер жасап жатыр деген сияқты. Адам ешқашан қайтпау керек бұл жерде үйреткім келіп жатқан нәрсе, иә. Жақсы, ары қарай қалай болды? Ары қарай спорт туризм академиясында оқып КВН ойнадық. Талай жыл КВН ойнадық. Өйтері сол кезде бір енді ана ғой, жаңағы Жүргеновке түсе алмағаның бар. Бірақ енді тоқтамау керек болып тұр ғой. 40-50 жастағы ауылдағы кісілермен көп сөйлесетін, сұхбаттасатын. Маған бала келгенде ең сұрақ болатын, неге өкінесіз дейтін ше. Өйткені барлық ауылдағы кісілердің көбісінің көзінде өкініш бар еді. Маған қызықта неден өкініш? Ол неге болады? Бәрінің обидасы кезінде мен армияға служить еткен кезде мені шақырды. Өйткені мен ағылшын тілін білдім. Мен бір қызығы сізбен өте қатты ұқсас болуымыз мүмкін. Өйткені менің әкем, жалпы біздің әулет педагогтар әулеті. Менің марқұм әжем бүткіл балаларды оқытқан. Машат бар. Машатқа жаяу барып жаяу келетін. Бұл кезде жаңа ашаршылық кезеңі, қасқырлар жейді деген кезең. Әкем ағылшын тілімен, мамам екеуі Инязды бітірген Қызылордада. Екеуі судай сөйлейді ағылшынша. Ауылда кәдімгі екеуі мықты білетін ағылшынша. То есть мен сол ағылшындардың қасында өскен баламын былайша айтқанда. Өкініш болатын, көптеген кісілерден сұраған кезде қап кезінде бүйту керек еді, мүмкіндік болған кезде сөйту керек еді, бүйту керек еді деген нәрсе мен миымда қатты қалып қапты да. Сосын мен айттым, сабақ бір бөлек, бірақ сен өнерді тоқтатпа деп жайдарман ойнадық көп жыл. Сол жерден талай опыт алдық қой, сол Аллаға шүкір. Сол опытты кез келген жұмысқа қолданасың да. Жылдамдық, белсенділік. Сөйтіп жайдарман ойнап жүріп арқылы академияда жұмыс жасадым. Комитет по делам молодежи деген бар, жастар. Соны басқардық. Жастармен жұмыс жасадық. 200-дей волонтер бар. Сөйтіп жүріп универсиада болатын болды Алматыда. Енді спорт туризм оның тікелей қатысы бар. Сол жерде волонтер болдық, қызмет еттік, шетелден келетін кісілер, енді тұлғалар, мощный тұлғалар ғой. Сөйтіп, как раз ол кезде мен ағылшын тілін кішігірім меңгере бастағам. Бірақ тағы бір нәрсе, қалай деймді, ата-анам екеуі судай ағылшыншаны біледі. Мен студент ретінде білмеймін. Бірақ Кемер бастау, Тұзды бастаудың балалары жаяу келіп, біздің үйден ағылшын тілін үйренетін. Айтқым келгені ой ғой, инсайт. Яғни біз бар нәрсені қадірлемейді екенбіз да. Қолдап алатын қадір жоқ. То есть мен айтқым келгені көп жыл мен жоғалтып алдым да, егер сен пысықтанып, менде мынау керек болады ғой, ертең осы тілді меңгерген дұрыс, ертең мен кішкене көзім ашық болады ғой, үлкен жаңағы осы ауылда ғана, қалада ғана емес, жалпы барлық мемлекеттерге барып адаммен спокойно жаңағы переводчик емес, өзің тілдесетіндей өргенге неге деген болды да. Яғни айтқым келгені кез келген адамға Алла тағала береді да мүмкіндік, сол мүмкіндікті ұстап қалған дұрыс екен. Барынша, өйткені либо білім ол көп нәрсені кілті ғой. Қалай ойлайсыз? Ата-ана рөлінде ғана қараудан болып тұрған жоқ бұл жерде. Мысалы көп балаларды білемін, бізде ағылшын тілін үйреніп жатқан өте көп балалар бар. Анасы ағылшын тілінен береді, анасының өзі бізге жазып жатады курстарға. Не үшін де сұрасаң, бала ата-анасын өзін ұстаз ретінде қабылдай алмайды да. Сол үшін өзге біреуден үйренгісі келеді. Мүмкін сізде сондай бір не болған шығар, мүмкін ата-анаңыз ата-ана ретінде ғана қарап, оларды ұстаз ретінде подход қарай алмадыңыз да. Сол үшін үйрене алмаған шығарсыз. Қалай ойлайсыз? Жоқ, ол да бар. Ол да 100% бар. Өйткені сен енді мамаң енді ұрсып жатса, сен қойшы деп еркелей саласың. Анаң ол мәңгілік сөйтіп қалады адам баласында. Бірақ адам алға ұмтылған адам ештеңе қарамайды деп ойлаймын. Өйткені шынымен де маған таяқ болып тиген сол кезде мен қатты ағылшын білмегенім, маған сол жерде жүрген бірінші, екінші курстың студенттері ағылшынша судай. Бір жылдан кейін қарасам, олар үлкен жаңа жарыстарда жүрді. Өйткені олар ағылшынша тіл біледі. Айтады ғой, Макдональдстың жігіті основатель де, талант дейді. Әлемде қаншама талантлы адамдар бар. Оның бәрі күшті болып кеткен жоқ қой дейді.
білім дейді, барлық қанша білімді адамдар оның бәрі күшті болып кеткен жоқ дейді, бірақ настойчивость дейді да, жаңағы бір нәрсені ұстадың ба соңына дейін бару. И мен сол кезде маған қатты қамшы болды да, мен тіл білмегенім. Иә, сен бәрі күшті андай общительностың, активностың, білімің бар, бірақ сен тіл біліп тұрған жоқсың, сен түсінбейді ол сені. Естественно, ол сенің тілін білмегеннен кейін сенің барлық күшті качестволарың ол кісінің алдында өшіледі да. Сөйтіп маған сол қамшы болды, содан кейін ағылшынды өліп тіріліп оқыдым ғой. Керемет. Үйрену кезінде қандай қиындықтар болды ағылшын тілін үйреніп бастадыңыз? Ең басында неше түрлі мұғалімдер ауыстырдым. Аха. Өйткені әркімнің әртүрлі подходы ғой. Ол кезде тек жаңағы барлық компаниялар бірдей форматта оқытады, бірдей аяқтан алып келеді. Сен жазу өнер, сен бір копирайтер шығарғысы келеді ше. Хотя сен тез сөйлеп кетуің керек, өйткені сен ол кісімен философия туралы сөйлеспейсің ғой, саған қолжетімді қазақ тілі сияқты ғой, тез сұрадың. И бір кісінің подходы ұнады ағылшын тіліндегі, ол кісі байқады да менің енді творчество екенімді, сол кісі былай сөйлесе бастады. Мысалы, сіз бүгін не істедіңіз дейді. Мен айтамын, осындай жасадым десем, так, азанда тұрдыңыз ба дейді. Азанда тұрдым. Азанда ол қалай, типа, азан ол, типа, морнинг дейсің. Морнинг деп. Семен мынандай басқа өзің тіліңде сөйлесу арқылы ағылшын тілін жайлап жататқызды да. То есть сондай подходтары өте ұнады маған. Сіздің қызығушылығыңызға сай ағылшын тілін үйретті. Иә. Өйткені көп мұғалімдер айтылып жатқан тақырып бөлек болады, баланың қызығушылығы бөлек болады, екеуі екі жақта алып береді да. Қызығушылыққа сай үйренсе адамда бір алға жылжу болады, иә. Түсінікті. Ары қарай қалай? Тыңдамды қалай дамыттыңыз? Сөйтіп енді ағылшын тілін оқу керек болды, бірақ бір белгілі бір уақытқа дейін оқыдым. Содан кейін үлкен федерациялар бүткіл мемлекеттік уровеньде дейді ғой, жаңағыда США-ға барып келдік. Сол жақта универсиада өткіздік қысты, Қытайда өткіздік. И мен түсіндім да, что жан-жақтан Монголиядан келген жігіттер бар, ондай бір жағдай керемет емес, бірақ сұрайсың ғой, сен не үшін келдің, сен білесің ма, мен 5 жыл оқыдым ағылшынды дейді, чтоб осындай уровеньде сөйлеу үшін. Ертең айтсын моңғолдың жігіттері мықты, біреу айтады жаңағы Қытайдың балалары ше, мен мысалы 6 жыл оқыдым, маған өте қиын болды дейді, бірақ мен үлкен жетістікке жету үшін, үлкен әлемді ашу үшін мен ағылшын тілін көзім жылағанша оқыдым дейді. Өйткені қазір менің жүргенім ертең маған уақыт бермейді дейді. То есть барлық күшімді салдым дейді. И сол маған импульс болды. И сол, яғни мен айтып тұрмын ғой, қандай жеріне сен күшті качествоң болмасын, басқа салада, бірақ сен тіл білмесең, сен үлкен уровеньге шыға алмайсың да. Сен сол өз уровеньде қала берсін. И как раз сол ағылшын тілін толық меңгергеннің арқасында шет ел араладық қой, Франция болсын, Швейцария болсын, бүткіл форумға қатысасың. Уже сен барып өз ойыңды айтқаннан кейін, мә күшті екен деп, уже сені жұмысқа шақыра бастайды. Сен жаңағы идеяларыңды айтқаннан кейін, қоса білгеннен кейін, сен уже дальше үлкен мемлекеттік уровеньде. Мысалы, біз жақында Италияда бір ай болдық. Маған өте қызық болды да, бірақ мен айттым, ағылшын тілі жақсы, бірақ енді Италия тілін тоже меңгерейін деймін. Кішкене осыны сөйлесуге де, тоже қызық қой. Сөйтіп тоже еңгердік. Өйткені бір ай Италияда болдық. Мүлдем басқа атмосфера. Енді мен өз үшін көп инсайт алып келдім. Тоже жарыс өткіздік. Енді как раз біз май емес, июньнің соңында Германияда өтеді. Тоже үлкен уровень ғой. Енді бүткіл әлем 135 мемлекет, барлық мемлекеттің адамдармен сөйлесесің. И мен қызыққаны Франция, Швейцария тұрғындары 4 тілде сөйлейді, мысалы. Особенно Швейцарияның тұрғындары 4 тіл біледі. Біз мысалы қазақша, орысша білеміз ғой, ол 4 тілде сөйлейді. И переключаться ете береді. И мен үшін ол вау болды да, шынымен. Қалай сол жақтың тұрғындары 4 тіл біледі. Яғни біз үшін ол вау, полиглот та, олар үшін ол норма. Қалыпты жағдай, иә. Қалыпты жағдай. Өйткені Европаның кейбір мемлекеттерінің президенттері жаңа жылда мысалы 4 тілде құттықтайды. Ол парыз. Ол құттықтамаса уже дұрыс емес та. Түсінікті. Тепе-теңдік сақтамаған сияқты болады дейсіз ғой. Үйрену кезінде сіз өзіңіз көп кітаптар оқу немесе видеолар көру деген сияқты қай бағыт сізге ұнады ағылшын тілін үйренуде өзіңізге? Мысалы, маған ұнаған формат, мен жалпы биографиялық фильмдерді жақсы көремін. Деректі фильмдерді жақсы көремін. Соның ішінде маған айтты, егер сіз фильм жақсы көретін болсаңыз, соны толық ағылшын тілінде көріңіз деді. Субтитрсыз, таза ағылшынша, содан сіз жаттана бересіз деп.
ол бір. Екінші, жаңағы мемлекеттермен араласамыз ғой, басқа тұрғындар, басқа мемлекеттің достары, солармен көп сөйлесетінмін да мен перепискада, WhatsApp'та. Сөйтіп әйтеуір жөндедік қой. Түсінікті, адамдармен араласу көбірек тілдесу керек та, практика жақсы. ретінде. Білуімше сіз елге белгілі Саламброда бағанағы маркетолог болдыңыз, иә? Ол жердегі идеяларыңызды естідім, не деген мықты идеялар болды. Жалпы креативті маркетингпен айналысасыз. Креативті маркетингпен айналысуға ағылшын тілін білудің әсері қаншалықты болды? Яғни, мысалы, адамның когнитивті дамуына тіл білудің қатысы деген сұрақ. Ең алғашқы жолы жайдарман ойнайсың ғой. Сол кезде өтер тегін ғой, кредит алып барасың Астанаға, өз қалтаңнан кетіп жатыр да. Залға ойнайсың 5-10 минут. Яғни кейбір әзілдер керемет та, бірақ сатылмайды халыққа ше. Сосын ойландым, сату білу өнер екен ғой дедім. Әзіл жазу, оны түсіндіріп беру, ол бір одно, сату керек екен ғой деген нәрсе болды да. Яғни сол нәрсе бізді маркетингге сату ғой, пиар, сату, сол нәрсе үйретті да, содан кейін HitTV-де жұмыс жасадық. Ең үшін маған ключ болған маркетингтің не екенін түсіну. Біз жоба жасаймыз, Show Must Go On деген. Ол кезде K-pop дамып тұр, 91-ның жігіттері келеді, Ирина Қайратның балалары келеді. Дамып жатқан момент 200-300 мың просмотр ютубта. Ойбай, мәзбін. Ол кезде жаңа айлық алам, мәзбін соған. Сол лайк, комментарий, подпискаға мәзбін. Сол менің айлығым. Сөйтіп бір күні жұмыс жасап жүріп, балалармен тоже осындай съемочный командамыз бар. Енді 30 шақты адам, гример, бәрі, администратор. Сөйтсем бір жоба келеді Ресейден. Атын айтпай қойын, бір жоба келеді. Тура сондай шоуды ақылы форматты өткізеді ғой. Бизнес, кәсіп қылып алған. Тимбилдинг. Командалар келеді, 2 диванға бөліп тастайды, телевизор бар, шоу өткізеді. И жұмыскерлер келіп демалады. Мен түсінім ғой, сол жерде мен кішігірім, ойла, мен не істеп жүрмін деген сұрақ. Қалай? Бизнес қоюға болады ғой деген сияқты. И сол кезде мен ең қандай жер күшті бар дедім, маркетингті үйрететін. Ол Keks Group компаниясы. Бренд бар, барлық форматты жасайтын. Сол компанияға бардым. Сол компания креативті директор по маркетингу болдық, яғни креативный часть маркетингтің. Сөйтіп жұмыс жасап жүрдік. И сол кезде қазақ тіліндегі жоқ қой нұсқалар маркетингті оқиын десең ешкім жоқ бізде. Бірақ кішігірім оқытулар бар, бірақ олар үлкен деңгейде емес та. Сөйтіп ағылшын тіліндегі Филипп Котлер, как раз ағылшын тілін білген арқасында Филипп Котлердің отец маркетинга деген кісі бар. Европалық маркетингтің вообще кітабын ағылшын тілінде алып келеді. Соны оқимыз ғой. Қалай зерттеген. Сөйтіп сол арқылы мен Стив Джобсты жақсы көріп кеттім. Яғни ол гениалды маркетолог қой, сатқан ғой, қалай инструменттерді былай емес, былай жасақ деп. Сол кісінің обучениесін Apple-дан әйелім алып берді. Закрытый өте. Яғни обучение болған, компанияның корпоративті ойлауы, миссиясы, құндылығы, ағылшын тілінде как раз сол курсты мен өттім оқып. Стив Джобстың курсын өттіңіз? Компаниясын, сөйтіп? Сол кезде маған ең қатты удар болған нәрсе сөз Стив Джобс айтқан екен. Не бывает плохих идей, деп. А бывает плохая реализация. И сол кісі айтады, байқайсыздар ма, кейбір адамдар, ой, мен кезінде бүйтіп едім, болмай қалды, идея нашар, команда далбаса, бәрі кінәлі деп шығады дейді да. Бірақ ол бар күшін салып, өліп тұрып жұмыс жасап, өзін қамшылап, аямай же, тәртібі мықты болып істеді ма деген сұраққа жауап бере ала ма дейді да. И сол нәрсені білімді оқу арқылы мен түсіндім. И ең күшті методика бар, американский кітапты оқыған кезде скачкадағы аттар сияқты болды дейді өмірде. Не десем, сөйтсем, скачкадағы аттардың, жылқылардың 7 сантиметр резина былай, 7 сантиметр резина былай тігіледі екен. И ол жылқы жарыс кезінде тек финишті ғана көру керек та. Сол жақта не жатыр, оң жақта біреу не деп жатыр, біреу саған айқайлап жатыр, біреу негатив, біреуге ұнап жатқан жоқсың ба, бәрібір. Сенің позицияң ол финиш. Старт болмаса финиш болмайды деген сияқты. И сол нәрсе көп нәрсені үйретті да маған. Сол кітаптарды оқу, ағылшын тіліндегі форматтарды білмегенді зерттеу үлкен білім алып келді да. И Keks Groupқа келгенде ой болды. Біз Саламбро желісімен жұмыс жасап отыр. Бургер сатамыз. Бірақ миссияда андай сөз тұрды, қазақ елінің экономикасына көтеруге атсалысамыз деген сөз тұрып, біз болмайтын дүние шығармауымыз керек. Біз Макдональдспен бірдей болуымызға ешкім запрет бермейді ғой.
сөйтіп Стив Джобсты көп зерттедім да, неге ол 14 сентябрь күні жасайды, неге ол жылына бір-ақ рет сөйлейді, подкасттарға бармайды, интервью бермейді, халық күтеді ана жылына бір-ақ рет сөйлеші дейтін ше. И ол кісі Сократты зерттеген екен. Сосын мен де Сократты зерттедім. И Сократтың күшті сөзі болды да, заговори, чтоб я тебя увидел дейді да. Яғни адам сөйлегенде біз оның толық адам екенін түсінеміз дейді да. Яғни біз күшті білімді болып жаңағыдай, бірақ тілден үлкен масштабқа шығу үшін тіліміз шорақ или білмей тұрсақ, онда біз қалай сізді көре аламыз толық деген әңгіме да. И Салам Бро бургер шығарды. Сосын Стив Джобстың жаңағы кітабын оқу арқылы ағылшын европалық форматты зерттеу арқылы енгіздік та, сөйтіп біз 500 мың теңге тұратын бургер саттық қой. Бір бургерді. Каспийский университетін алдық. 1000 адам, блогер, тиктокер, кәсіпкер бәрін жинаймыз залға. Ерлан Блэк дейтін бір блогер бар. Сол жігітті Стив Джобсқа киіндіреміз ғой. Гримировать етіп. Сөйтіп оған ағылшын тілінде білгеннің арқасында ағылшынша текст жазамыз ғой. И бір дикторша қыз келеді, ол орысша сөйлейді, ютубтағы да суда перевод. Кәм лед экран бургерді презентация созып отыр. 200 грамм помидор, 100 грамм огурцы, осындай көкжайлаудың еті деп айтып жатыр, зал өліп күліп жатыр. Енді жаңа не істеп жатсыңдар деген сияқты. Өйткені көрдіңіз ба, зал үйреніп қалғанда, что біз тек точка аша береміз. Точка аша береміз, болды, қазір таратады 3000 бургер, еңлік әртісі ән айтады, бүйтеді, сөйтеді, соны үйреніп қалған. И біз сол жерде аукцион жасаймыз, 500 мың теңгеге сатамыз дейміз ғой. Кетті ғой, жаңа Роза Ашырбай ханым бар, Роза коуч, солар жаңартысады. И Аманбай деген кісі 500 мыңға сатып алады. Сөйтіп, как раз Асару мен жігіттер сахнаға шығарамыз да, сол ақшаны аударамыз ғой, жақсылыққа. Сөйтіп, бір бургерді, 250 теңге тұратын бургерді 500 мыңға саттық қой. И 7 күнде 10 мың бургер саттық қой. 7 күнде. Өйткені коробкасы мына iPhone сияқты. Кәдімгі Салам Pro Max аты. 512 грамм гигабайт емес, чисто халяль. Ішінде кәдімгі 4 тілде жазылған, ағылшын тілі көмектесті. Өйткені біз қазақша, орысша, қытайша, ағылшынша жаздық қой. Яғни келген европалар Макдональдс емес, Салам Броның дәмін көріп, неден екенін бургер түсіну үшін ғой. Уровень да. Яғни біз жаңағы тілді меңгеріп, мияқтан мынандай болып жатыр екен ғой деп переводчик арқылы емес, былай толық меңгерген арқасы бізге европалық сияқты ойлануға, сол уровеньде ойлануға мүмкіндік берді да. Тілдің үлкен құдіреті дейді ғой. И сөйтіп сол бургер сондай болды. Таң қалдық. Мысалы, Стив Джобстың жақсы сөзі бар да, никогда не решайте за своих клиентов дейді. Бұл слишком қымбат, бұны кім алады, ой, бұл керек емес, оны тұра ма деген заттар бізді уже қиындатады дейді да. И біз мына бургер ойлаңызшы, осы күнге 500 теңге сатамыз да, мынау 3200 ғой. Разница сұмдық қой. Қалай кетті тарап, тура iPhone сияқты. И халықтың өз пиар жасап берді. Ең алғаш сатылып бастайды бір әйел, мынандай пищевой пленка алған ғой. Соны ораған iPhone сияқты. Сөйтіп видео түсіреді тиктокқа. Қайырлы күн, мен бүгін күйеуім маған Pro Max әперді деп бастайды. Қазір мен апатинг жасаймыз дейді жаңа. Бұл Салам Pro Max деп прикол істейді. Янан пышақпен жыртады, ашады, iPhone сияқты. Сол 12 миллион просмотр жинайды тиктокта. И болды, кетті. Жаңағы сөз ғой Стив Джобс, никогда не решайте за клиентов, предлагайте дейді. А клиент арғырай өзі алады. Өз таңдауын жасайды. Өз таңдауын жасайды. Біреуге мынау мүмкін, мынау мүмкін, біреуге мынандай бағада мынау мүмкін деген сияқты. Әйтпесе, былай қарасаңыз, Apple-да никогда скидка болмаған ғой. Ешқашан бір амбассадор болмаған, ешқашан бір черная пятница деген болмаған. Қалай тұрады, сондай ақша болды. Алсаң ал, алмасаң қой. То есть солда билбордтағы системасы ұнады да маған. Байқасаңыз дейді, Стив Джобс, біздің барлық рекламный щит билбордтарда iPhone-ның қасында адамның қолы бейнесі жоқ дейді. Жалпы адам жоқ дейді. Ақ фонда біздің продукция түседі. Неге? Өйткені көшеде кетіп бара адам ананы неге үшін алғысы келеді? Өйткені қолы жетімсіздік та. Уже біреу ұстап тұрған жоқ, и мен оны алуым керек деген. Маған да тиесілі деген момент үйреншін ғой. Поэтому ғой бізде мысалы студент 16-шы iPhone алып алған рассрочкаға. Китайский лапша жеп, денсаулығын құртып жүр, автобуста ходит.
Ана телефонмен не пользуется. Ол сен вложение ғой, ол да кәсіп қой. Алдың ба, сен жұмыс істеу керек, ол саған қызмет ету керек. А бізде жаңа WhatsApp, Instagram 5-6 приложение қолданамыз, ол болмайды да. Выжимать ету керек қой, бұл да кәсіп қой. Сатып алдың ба миллион бір бәлеге, ол саған слушать ету керек. То же самое, да? Сонымен ағылшынша оқы дейсіз ғой. Иә. Телефонмен жақсы ғой. Иә, сонымен қызық не бар ғой. Apple-ға қойылатын айыптың біреуі шектен тыс қымбат деген әңгімені айтады да. Ертең қалай бұл қымбат дейді да, егер мен саған фотоаппаратыңды бір жерге қойып берсем, будильнигіңді бір жерге қойып берсем, сағатыңды бір жерге қойып берсем, жалпы банағы өзіне сыйыстыратын құралдардың бәрін қойып берсем дейді, бұның бағасы сен ойлағаннан да қымбат болу керек негізі дейді да. Яғни ол құндылық бере алған үшін өзінің құнына сай дүние ұсынып отыр, иә. Әбеке, жалпы бағанағы тіл үйренудегі бағанағы қиындықтар туралы айтып жатырмық қой. Мысалы, менің өзім тыңдалымнан өте қатты қиналғам. Слух өте төмен болды. Мысалы деген фильм көрсем түсінбей қала беретін. Сөйтіп, Breaking Bad деген бар ғой, Василий Тяжкий. Соны толық ағылшынша көрдім. Game of Thrones ағылшынша көрдім. Мысалы деген Harry Potter. Мысалы ойланып қарасам көп нәрсені ағылшынша көріп шықтым да. Бір 500-ге жуық фильм көріп шықтым. Соны дамыту үшін. Сізде қандай бір қиындық болды ағылшын тілін үйрену кезінде? Мысалы, сіз өзіңізге бір жаныңызға батқан немесе кәдімгідей кірісіп сол дүниеге отырған. Енді ең бірінші бастақ ағылшын тіліндегі мынандай мәселе ғой. Адам басында өте қиын болды. Ой, қиын болып кетеді ғой. Сабақтар, 3-4 сабақтар қиын болды. Сосын адам тастап кеткісі келеді. Спорттағыдай ғой, мысалы, кішкене бардың, кішкене ауыр тиді, денең бәрі ауырып қалды, сосын тастап кеткің келеді. И сол сияқты да ғой, сенің алға қойған арман мен мақсаттарың ешқандай нәрсе кедергі болмау керек екенін түсіндім да. Яғни сен қазақтың баласы ретінде бүткіл әлемдік уровеньге өзіңді көрсетіп жасағың келсе, онда сен қазіргі бойына қарамау керексің да. Ой, маған қиын болып жатыр, ой, не керек бар маған ағылшын дегендер көп та. И соның арқасында мысалы Өзбекстанда болдық біз, Ташкентте. Ол жақта IELTS бар ғой, номер 1 ғой. Барлық қай точканы көрмесең, ол жерде ағылшын тіл курстары. И маған қызық та, мен айтам да, сендерге Өзбекстанға не үшін ағылшын, қалай не үшін дейді. Біз дамуымыз керек, біздің жастар білу керек. Өйткені біз шетелге жұмысқа кетіп жатырық дейді. Үлкен компанияға жұмысқа. Өйткені біз орысша білмейміз дейді. Біз өзбекше жақсы білеміз. Өйткені екінші біз ағылшын тілін меңгеруіміз керек. Неге? Өйткені біз мировой масштабқа шығуымыз керек дейді. Біз тек өзіміздің мемлекетте ғана шектелмеуіміз керек дейді. Сол үшін ғой барлық Европаларда көптеген мемлекетте қазақтар көп, мысалы қуантады да өте. Мысалы, басқа өзіміздің СНГ-дағы достарымыз, бауырларымыз өте көп. Сол нәрсе қуантады. Енді қазір біздің жастардың ағылшын тілін керемет меңгеріп жатқаны өте қуантады. Өзбекстан туралы айтып кеттіңіз ғой, бір қызығы, грин картаға байланысты статистиканы қарасам, әлем бойынша Нигериядан кейін грин картаға ең көп ұлт санына шаққан кезде Өзбекстан тұрады екен да. Әлем бойынша ойлаңызшы, әлемде неше ел бар, бәрі мысалы Американың грин картасын алғысы келеді, солардың ішінде екінші орында тұр екен олар тапсырып жатқан. Одан кейін бір қызығы, бізде мысалы жақында IELTS-тан 96-ты бәрі шулап жатыр ғой, біріксін. Негізі қазақтарда бар 9 бірақ көрсете алмайды да. Оған дейін де көп болған. Бірақ Өзбекстанда сонда IELTS лихорадка болып жатыр. Өте көп 9 алғандар бар, және бір-бірімен подкасттар жасап кәдімгідей жарысып жатады да. Өйткені не? Қазіргі таңда ағылшын тілі ол ешқандай сенің еліңе қарамай, басқаға қарамай бір деңгей ғой. Мысалы, әлемдік бір біріктіретін бір деңгей болып қалды кәдімгідей. Әлемді біріктіретін бір құрал деп айтсақ болады ағылшын тілі. Сол жағынан өзбекстандықтар өте жақсы бұл жағынан жұмыс жасап жатыр шындап келген кезде. Өйткені бізде қазақтарда тек басымызға түскен кезде ғана бір не істейміз ғой, ағылшын тілі керек екен дейміз. Олар оған дейін дайындалып жатыр. Мен сол жағынан мен таңғаламын, мысалы Өзбекстанда қазір өте көп. Мен өзім Сарыағаштан болған өзбек тілін түсінемін ғой. Подкастта жатып алып қарап жатамын да. Соншалықты деңгейде бір 6-9 жинаған, яғни 9 жинаған 6 адамды отырғызып алып сұхбат жасап отырады да. Қараймын не деген деңгей мыналардікі деп. Сол үшін біздің қазақтарға да бір үйренетін нәрсе бар. Яғни IELTS-қа байланысты бір өте қатты дамуды қажет етеді. Өйткені олар шекара болмайды да. Мысалы ойлаңыз, сіз нарықта егер IELTS-тан мысалы деген өте жоғары балл алып ағылшын тілі мұғалім болатын болсаңыз, сіз native speaker деңгейінде fluency-ге жетсеңіз, демек сіз кез келген әлем жерінен сіз оқушылар ала аласыз. Өзбекстанда төленетін сумма, шетелде төленетін сумма мысалы. Яғни екі бөлек қой. Сол егер мен сол жоғарғы сумма төлейтін балаларға үйретіп алатын болсам, неге мен сол тілді үйрене алмаймын дейді да. Яғни бұл қазір ағылшын тілі тек қана бір современный болу немесе бір ондай не емес, алға жылжу емес. Одан да бөлек тағы бір дүниесі бұл табыстың көзі да. Шындап келген кезде. Өйткені табыстың көзі ретінде мен қанша адамды білемін, ағылшын тілін кәдімгі өзін үйрету арқылы
мысалы менде бір қызық дүние болды, бір күні орыс тілі мұғалімі хабарласты, орыс тілі мұғалімі екен, соншалықты бір ауылда тұрады екен, біздің ауылда ағылшын тілі мұғалімі жоқ дейді, маған ағылшын тілін үйреніп алып соны үйретуім керек деді. Сөйтіп ол кісі үйренді, өте жақсы үйренді. Бір күні хабарласады, сіздің методикаңыздағы 35 мультфильмді мен қаншаға сатып ала аламын дейді. Өйткені біліп тұр, мен мысалы берсем 6 айға немесе 1 жылға досып беремін ғой, ары жауып қалуы мүмкін, соны сатып алғым келеді дейді. Сөйтіп мен бір бағасын айттым, сол бағаға ол сатып алды. Сөйтіп өзінің оқушыларына сол мультфильмдерді көрсетіп жатыр да. Мультфильмдердің ерекшелігі қайда болды? Мысалы Свинка Пеппа білесіз ғой, Пеппа Пиг. Пеппа Пигтің ерекшелігі ол жерде әр тақырыпта әртүрлі тақырып қозғалады, әр серияда. Мысалы бүгін мектепке байланысты, спортқа байланысты, дәріханаға байланысты деген сияқты бөлінеді. Гуглға болсын, ChatGPT-ге болсын, ағылшын тілін үйренуге арналған мультфильм десе сол шығады. Сөйтіп біз соны таңдадық. Сөйтіп 35 мультфильм талдап шықтық. Талдап шыққанда мысалы әр сөзін айтады, одан кейін ағылшындар бұл сөзді не үшін қолданылады деген сияқты. Өйткені адам мысалы үйрету деген тек бір тақтаға тұрып алып түсіндіру емес, адамдардың қызығушылығына қарай үйрету ғой. Сөйттік та сол тәсіл таңдадық, және көп адамға осы тәсіл өтті. Өйткені ол тәсілдің ерекшелігі адам тыңдалымды дамытады бір кезде. Одан кейін ағылшынша мысалы бір нәрсені түсініп жатқан түсінеді. Ол да кіші жеңіс болып саналады да. Одан кейін үшіншісі сөз қорын дамытады да. Яғни сол үшін мысалы қазір көп жерде мысалы үйретіп жатқан ескі методтармен үйретеді да. Мен айтамын да, сен қанша жыл курсқа барған не пайдасы бар, егер сен ағылшын тілінде фильм көре алмасаң, мультфильм көре алмасаң. Рас қой, өйткені ол дамудың. Иә, сол үшін осы бір дүниені енгіздік, және ол бір дүниенің бір жемісін көрдік та. Бағана әңгіме қайдан шықты? Ағылшын тілі ол тек қана сіздің бір үйреніп алып бір навык ретінде қарамаңыз. Ол сіз қазір тауып жатқан ақшадан да көп ақша алып келуі мүмкін да. Сол үшін оған бір табысын көзі ретінде қараса да үлкен пайдасын тигізеді екен. Тағы сізге ағылшын тілі қандай жол ашты өзіңіздің өміріңізде? Мына бір моменттерде маған бір шынымен мысалы естуім бойынша мысалы шетелге тренинг өтуге шақырады деген моменттерді естідім. Солар бойынша қалай көмектесе алды ма? Енді әлбетте мысалы Италияға бардық қой біз. Сол Италияға дейін мен желтоқсан айын толық күніне 3 сағаттан ағылшын тілін үйрендім. Күніге келеді офисқа, күніге 3 сағат үйренеміз екенбіз. Тоқтамай кітаптарды оқытады, бәрін сызады. Өйткені маған мақсат болды да, мысалы сен қазақтың атынан баратсың ғой. Естественно, ол сені Корея, Қытай деп көрмейді, ол сені Қазақстан, қазақ баласы деп көреді. Сол себепті ұятқа қалмау керек қой. Өйткені бір адамға байланысты барлық ой кетеді ғой, значит бәрі сондай екен деген. Сөйтіп толық меңгеру керек болды, тағы да өйткені практика керек қой бізде. Күніне 3 сағаттан оқыдық қой, сөйтіп желтоқсан айы. 3 сағаттан оқыдыңыз, иә? Қаңтардың 4-і ұшып кеттік. Сөйлеуге ең қатты әсер ететін қай не деп ойлайсыз, мысалы сіздің сөйлеуіңізге әсер еткен? Мысалы мен өзіме дауыстап оқуды айтты, мысалы да, ағылшын тілінде дауыстап оқыған кезде тілдің жаттығуы, тіл сындырамыз деген сияқты. Өзіңізге қандай бір нелер ұнады сондай үйрену кезіндегі? Осы бір дүние маған өтті, немесе осы бір дүниеден бір эффективность көрдім дейтін. Маған ұнағаны негізі ағылшын тілін подстроить ету, философия туралы сөйлескен қатты ұнайды маған. Жалпы әлемдік өмірдің философиясы, адамның да. И сол нәрсені түсінген ұстаз, ағылшын тілін беретін ұстаз, менімен ағылшын тілін жаймен үйренді да, сол маған ұнайтын нәрсеге подстроить етті. Яғни біз ағылшын тіліндегі философия туралы сөйлестік қой. Бірақ яғни осы қазақша тілінде сол мағынаны ағылшынға ауыстырдық та, сондай қод ұнады маған. Яғни резиновый болуға да удобный. И сол момент ағылшын тілін оқыған арқасында бір ай Италияда толық сөйлесіп, үлкен енді вице-министр, министр спортымен сөйлестік қой. Италияның, то есть ол уровень ғой. Яғни бұл жерде ағылшын тілін ғана оқып алып, мен ағылшын тілін білу емес, бұл жерде уверенностьті үйрену ғой. Яғни сен толық мықты сөйлеп тұрсаң, ол да сен тұлға ретінде көре алады да. А сен барып ошибкамен сөйлесіп, ол да жақсы шығар, бірақ енді жасағаннан кейін соңынан оқыған дұрыс та, ағылшын тілін өліп талып оқып. Соның арқасында енді көптеген араласу арқылы сол тілдің үйрену және өзіңді жаңа Сократ айтпақшы, заговорить, чтоб я тебя увиделдің арқасында олар көріп, шетелдегі мемлекеттердің үлкен ірі компаниялар қазір мені оқытуға шақырып жатыр да. Яғни біз Алла қаласа осы Америкаға барайын деп жатырмық осы жылы.
Гонконгтағы ең үлкен компания бар, сол компанияны оқытайын деп жатыр. Яғни ол да ағылшын тілінде. Өйткені сен переводчикпен бармайсың ғой, ұят қой. Онда сен қай жерің менторсың, онда қай жерің сен ақыл беретін адамсың. Егер сен өзің бір жеріңде жаңағы пробел болып тұрса дейді ғой. Ол компаниялар сіздер туралы қайдан біледі негізі? Ол компания жаңағы сөз ғой, Сократтың жақсы сөзі, заговори, чтоб я тебя увидел. Яғни ол кісілер, біз Малайзия, Балида болған кезде үлкен форум болды. Осы туризм, ресторан, дело гостиничный бизнесте. Сол кісілермен танысу арқылы мен өзімнің кім екенімді айта білдім да. Және мен қандай болдармен көмектесе алатынымды, креативті маркетинг бойынша көмектесе алатынымды естігеннен кейін олар деп таңғалып, содан кейін өздеріне шақырды. Яғни звонок түсті маған. Осындай Гонконгтағы үлкен компания, кәсіпте, үлкен гостиничный бизнес, соған келсеңіз оқытуға деді. Типа сол жаңа өзің айтқан ағылшын тілін білсең, жаңа сенің білімің одно, но сен ағылшын тілін білу арқылы табыс таба аласың да. Яғни менің қазір алла қаласа біз Гонконгқа барып үлкен компанияны оқытайын деп жатқанымыз ол табыстың өзі ғой. Өйткені мен ағылшын тілін білемін. Мен ағылшын тілін білмесем, мен кім керекпін? Жақсы. Енді осы эфирді көріп отқан мысалы іні қарындастарыңызға, мысалы енді ағаларыңыз болуы мүмкін, әртүрлі жастағы кісілер қарайды бізді. Қандай кеңес айтар едіңіз? Ол кісі ағылшын тілін енді бастап жатыр. Қандай бір навыктарға көңіл бөлуді деген сияқты бір өзіңіз бір мысалы айталық туған ініңіз ақыл сұрап келді дейікші. Сөйтіп неден баста деп айтатын едіңіз? Бірінші кезекте философияға жүгінейікші. Кез келген нәрсені, мысалы, кофені кофе деп қарай салуға болады, подкастты подкаст, жаңағы сіздің курсыңызды курс қой деп қарай салуға болады. Ол ең оңайы. Адам баласында ең үлкен бір мақсат, жақсы сөз бар ғой, мұрнынан дальше көру деген сөз бар ғой. Үлкен бір мақсат қойылса, ол ағылшын курсы қандай қиын болмасын оқып шығады екен. Яғни бізде қазір мен просто ағылшын тілі маған керек, сленгпен сөйлесу үшін, осындай бір қолдану үшін деп емес, үлкен мақсат қойып, қол жетімсіз мақсаттар қойып, сөйтіп оқыған ең дұрыс совет кеңес беретін едім мен. Өйткені сен үлкен ірі компанияда жұмыс жасау үшін, жалпы басқа мемлекеттерге шығып, мен осындай таланттымын, мен осындаймын деп айту үшін, сен тіл білу керексің, олармен бірдей сөйлесу керексің. Сол себепті сенде үлкен біріншіден мақсат болу керек деп айтатын едім. Яғни мақсатыңды қой, сол мақсатыңа байланысты сен өліп тіріліп, осы тілді оқы. Сол кезде сен өйткені сен мақсат болмаса сен не үшін оқисың ол тілді? Просто так оқуға, пайдасы жоқ болады. Емейтсі де пайдасы жоқ емес, пайдасы болады, бірақ аяқ қаласына оқып қойшы, кірмей қой сабаққа, ертең сен актуальность жоғалтады. Актуальность жоғалтады. Үлкен мақсат болу керек қой. Сол үшін ғой жаңа Өзбекстанға мен Ташкентке барғанда барлық жастардың мақсаты бар да. Мен шетелге амбиция деген ұрып тұр аналарда. Мен Лондонға барам, мен Америкаға барам, мен жаңағы Францияға барам, мен Швейцарияға барам, мен бүйтем. Жаңағы обычный жігіттердің мақсаты өте үлкен қыздармен. Амбиция деген ұрып тұр. Сол үшін біз сол үшін біз өліп талып оқимыз дейді. Бізге керек дейді. Жақсы, керемет. Яғни философиялық тұрғыдан кәдімгі қарағанда ол өзінің бір мақсатын анықтап алу керек. Анықтағаннан кейін ары қарай ағылшын тілін үйрену оңай болады дейсіз ғой. Өйткені анандай нәрсе бар да, дисциплина мен жалпы мотивацияның разницасын, осы айырмашылығын осы айтады ғой. Мотивация ол бүгін сен жанып тұрған шығарсың, ертең өшеді дейді. Дисциплина болса ол ары қарай жалғасымды болады дейді. Өйткені тек жанып тұрған кезінде кез келген адам жұмыс жасай алады. Ал бағанағы жанбай тұрған кезде жұмыс жасай алу мықтылардың ісі деп. Көбіне байқайсыз ба, қазір Инстаграмда болсын, басқада болсын, анау love what you do или do what you love ба дейді ғой. Екеуіне айтады да бағанағы do what you love деген ол кез келген адам істей алатын нәрсе. Яғни өзің сүйген нәрсені жасау кез келген адам қолынан келеді дейді. Бағана love what you do деген, яғни сен жақсы көр, яғни істеп жатқан нәрсені жақсы көр деген ол мықтылардың несі дейді, әрекеті дейді. Сол үшін кәдімгі өзіне сол жағынан әсер етеді дейсіз ғой. Жақсы, керемет. Енді оқылымға байланысты мысалы көптеген материалдар қарадым дедіңіз ғой. Қандай бір не ұнады, мысалы Стив Джобстан басқа, мысалы ағылшын тілді ресурстарды оқыған бір есіңізде қалған бір дүниелер бар ма? Мысалы мына нәрсе маған ұнады. Осындай бір маған көбіне ұнайтыны ағылшын тілді ресурстардың бір қызығы, мысалы мындай нәрсе да. Қазақ тіліндегі материалды оқитын болсаң, жинақылық жетіспей жатады. Байқасаңыз, шашыраңқы болады, көп нәрселер байқайсың. Орыс тілінде көбірек жинақы болады және түсініктілеу болады. Ал ағылшын тілінде одан да жинақы
кәдімгі ана абайдың өлеңге қойған бір шартында тептегіш жұмыр келесін айналасы дейді ғой. Ағылшын тілдегі материалды оқысаң таң қаласың да, мына осынша сөзбен аз сөзбен осынша көп мағына беруге бола ма деген сияқты. Сол жағынан маған өте қатты ұнайды. Мысалы қазір өзім Good Vibe, Good Life деген кітап оқып жүрмін, немесе Psychology of Money деген кітап. Ойланып қарасам көптеген ағылшын тілді материалды оқыған кезде өзім көзім жете береді ары қарай. Мыналар деген сияқты. Сол сияқты өзіңіздің бағанағы үйрену барысында өзіңізге ұнаған бір немен бөліссеңіз деген ғой, бір бағанағы материал, мақала болсын, басқа болсын деген сияқты бір қызық бір өзіңізге бір теккен. Бір қызығы мынандай материал ұнады да, мысалы ағылшын тілінде кітап аласың, кез келген. Ең басында сен түсінбейсің ғой, білмейсің. Сол кітапты бастап оқу арқылы түсінбеген сөздеріңді переводтап отырасың да, бірінші. Үй тапсырмасы ретінде айтайықшы. Өйткені сен үнемі ұстазға қарап отырмайсың ғой, ұстаз беретін берді. Жақсы сөз бар ғой, ұстаз класстың есігін ашады дейді. Ал оқушылар сол классқа кіреді дейді. Қандай үлкен сөзді, мысалы. Ары қарай енді кіріп білім алу сенің қолыңда да, ол тек ашып береді. Әлемнің жалпы. И айтқым келгені сол ғой, жаңа кітаптарды, кез келген кітаптарды, өзіме ұнайтын кітаптарды, именно өзіме ұнайтын кітаптарды оқуым керек те, өйткені менде цель, мақсат болады ғой. Әр түсінбеген сөзімді переводтап отырдым. Сөйтіп карандашпен жазып отырдым. Мынандай сөз екен. И былай қарасаң, сен бір кітапты толық ағылшын тілінде бітірдің да. Қандай керемет, қандай плюстары көп та. Сен кітап оқыдың, ағылшын тілінде үлкен форматта қаншама білім алдың да. И өзің переводын жұмыс жасап, практика ретінде жұмыс жасап шықтың да. Жаңа күтіп отқан жоқсың да, мен ұстазға ақша төледім, ол маған полностью үйретеді, мен осындай күшті бір керемет бір Аристотель болып шығамын деп. Ондай емес қой. Ары қарай өзіңде ғой мақсат. Және енді бұл тоже қызық инвестиция ғой бұл адамға. Мысалы қызық, біз көлік алдық. Бұл көлік алдық. 1,5 миллионға, 2 миллионға деп айтайықшы. Ол көлік не істейді? Ол көлік сына береді ғой. Сосын 70 мыңға тағы бір деңгей сынасын, сөйтіп ақшаң кетіп жатыр. Бірақ ана көлік күннен сайын күшті болып жатқан жоқ та. Сол баяға шіріп тұрған темір, сол баяғы моторда проблема. Ана резинасын жөндеудің, ол жақсы өтті, радиатор кетті. Оны істебедің, тұр да ол. Құндылық артпайды. Неге? Өйткені біз мынау арзандау ғой дедік та. Инвестиция болған жоқ та. Егер де сол сияқты біз қай жерінен мен мықты инвестиция аламын, соған адам ақша құйып алу керек қой. Мысалы, әртүрлі курстар бар ғой, соның бірақ ең мықтысы. Мен лучше ақша жинап, ең мықтысын алатын едім да. Өйткені мен инвестицияға, бұл маған ғой, бұл сәулетке, Тимурға, Ринатқа кетіп отқан жоқ қой, бұл көше кетіп отқан жоқ, далбаса бір техника алып отқан жоқ, бұл өзіме кетіп жатыр. Өйткені ең күшті сөз бар да, сенің кәсібіңді біреу алып қойы мүмкін. Сенің отырған креслоңды біреу алып қойы мүмкін. Сенің көлігіңді тартып алып қойы мүмкін. Сенің камераңды біреу алып қойы мүмкін. Ұрлап алып қойы мүмкін. Білмейміз ғой. Бірақ сенің біліміңді ешкім аламайды да. Хазірет Али айтты дейтін сөз бар ғой. Білім артық па, байлық артық па дейді да. Әрине білім деп жауап берді дейді да. Оның дәлелі ретінде айтайын дейді да. Біреудің байлығы жоғалса уайымдауы мүмкін дейді да, ұрлап кетуі мүмкін дейді, бірақ білімді ұрлай алмайды дейді да. Тағы бір қызық дүниесі дейді, байлықты бөліскен сайын азая берсе дейді, білімді бөліскен сайын көбеймейді дейді да. Осындай бір нелер келтіреді. Дәл сол сөзге келіп тұр да дейсіз, айтып тұрған дүниеңіз. Яғни инвестиция құю деген нәрседе адам тартынбау керек. Мысалы біздің өзімізде болады, 25 мың теңгелік тариф бар, кәдімгі бүкіл елге бір қолжетімді болу үшін жасағанбыз, және елімдік 100 мың тариф бар. Сол 100 мың тарифтің ерекшелігі бір рет қана төлеу жасайды. Ол жерде күнде хабарласып отыратын трекер болады. Өйткені адамдар дисциплинадан құриды ғой. Біз сол мәселені шешіп отырмыз. Күнде 60 күн бойы хабарласып ескертіп отырады. Көріңізші, мысалы 60 күн бойы біреуге сен 100 мың теңге беріп, маған күнде хабарлассаң, ол ойлануы мүмкін да. Ұмытып кетемін ау деп ше. Бізде ұмытпайды оны. Кәдімгі адамдар хабарласады, бот емес. Ол бір. Екіншісі, бағанағы оның тағы бір ерекшелігі трекинг жасап отырамыз. Кәдімгідей күнде бағана белгілеп отыру бар ғой. Сол одан кейін оның тағы бір дүниесі, менің өзіммен номерімді беріп қойып, кез келген уақытта мысалы кеңес алатын, консультация алатын моменттер оқығанбыз да. Яғни адам өйткені менторлық деген дүниенің, мысалы адамдар рынокта 2 миллион, 3 миллионға сатып жатады ғой. Ол ондай емес. Былай етейікші, 100 мың теңгеге осыны кез келген адамға қолжетімді етейік деп. Қазір бір қызық дүние бар, бір кісілер болады, оны алғанымен сұрау қоя алады да. Мен айтамын да, қазақтардың мысалы білім алуында бір кедергі болатын нәрсе айтайын ба? Ұялшақтық қой негізі. Көп адам ұялады да осындай моменттерден сұрай беруге. Мен сатып алған адамға айтамын, кез келген уақытында сұрай берші. Маған сен сұраған сайын маған ұнайды. Өйткені мен өзім құнымды біліп бастаймын ары қарай. Міне мына адамға көмектесіп жатырмын деген сияқты. Өйткені ол негізі шәкірттің сұрауы ұстаз аша түседі ғой.
сөйтіп солайына жұмыс жасаймыз. Сол кезде мысалы немесе 25 мың теңге мен 50 мың теңгенің разницасы 25 мың ғана ғой. Сонда сіз үстіндегі 25 мың теңге үшін несін қиналып жатсыз деймін да. Сізге мысалы 8 спикинг кіріп тұр оның ішіне, және күнде хабарласатын трекер кіріп тұр. Осы дұрыс болады десең, мысалы бәрібір ақша жағына қарайтын адамдар төменгі нені қарайды. Айтамын, төменгі деген ол шынымен жағдайым жоқ деген кездегі ғана нәрсе ғой деймін да. Мысалы бүкіл халыққа қол жетімді болу үшін ғана серік деймін да. Үстіндегі 25 мың ғана ешкім бермейді деп, соны түсінгеннен кейін барып құндылығын түсінгеннен кейін соны алып жатады да. Кейде ойланамын да, бана білімге адам құйған кезде, мысалы мен айттым ғой, мысалы бірінші жылы Сүлеймен Демирелге түскен кезімізде, мысалы мен жартылай грантында оқыдым. Жартылай гранттың өзінің сол кезде қателеспесем осыдан 2009 жыл болған. 2009 жылы болған дүниеде біз 250 мың үлкен ақша еді. Сөйтіп соны төлеген кезде мен ол жақтан ағылшын тілін үйрендім да. Сол кезде ойладым да, мә дедім да, маған қайтадан мүмкіндік берсе, мен оны қайтадан төлеуге дайынмын дедім да. Өйткені ол өміріңе азық болды ол нәрсе. Сол үшін қазір алып жатқан білім, мысалы мына Стив Джобс, сіз айтасыз ғой, Стив Джобстың өмірінде мындай бір қызық дүние болған екен. Стив Джобс каллиграфияны үйренген да. Ол дейді менің сол уақытта өміріме әсер еткен жоқ дейді да. Бірақ 10 жылдан кейін осы iPhone жасап жатқан кезде, мысалы iPhone-ның бір несі ғой, бір стилі ұнайды ғой көп адамға. Сол бір дүниеге әсер етті ол нәрсе дейді да. Яғни адам өзін байыта түскен сайын, мысалы білім жағынан немесе навык жағынан байыта түскен сайын, ол өмірінде бір кейін алда кездесетін бір момент екенін түсінеді екен да. Өйткені мысалы деген көбіне байқайсыз ба, мысалы нарықта көп адам қажет болған кезінде ғана барады ғой. Ал ол дайындалып келген кезде, мысалы сіз айттыңыз ғой, мысалы басында мен ағылшынша білмеген кезімде білетіндер кетті сол жаққа. Мен мысалы креативность жағынан олардан озып тұрмын, басқа жағынан озып тұрмын, активность жағынан озып тұрмын. Бірақ ағылшын жағынан озбағаным үшін олар кетті, мен кете алмадым деген сияқты. Сол үшін кез келген адамға ертелі кеш ол ағылшын тілін үйрену керек болатын болса, қазірден өзіне ұстаз алып бастап кету, ол өте бір мықты не ол сәт деп ойлаймын да. Иә, жақсы. Менде сұрақ. Подкастта обычно андай тек қонаққа қояды ғой. Былай жасайық. Сіз неге осы жолды таңдадыңыз? Неге ағылшын? Жақсы. Неге Сарыағаштан ауылдан шыққан жігіт соншама жыл Казгуда жұмыс жасап, қазір бар күшін осы ұстаздыққа рөл салып, қаншама балаларға жұмыспен қамтамасыз етіп, ол да үлкен жетістік қой ол да. Оның үстіне қазір осы компанияны ашқан арқылы мен көрдім, сіз көптеген жақсы дүние жасап жатсыздар, халыққа көмектесіп жатсыздар, иә. Сол маған өте қызық болды. Иә, не үшін ағылшында, иә. Мысалы мындай нәрсе ғой, қазір алаш зиялылары туралы айтатын адамдар көп та. Бірақ оның құндылығын түсінбейді көбісі. Мысалы алаш зиялыларының ерекшелігі неде болды? Сол заманға сай білімді бере алуында, мысалы алдын ала ойланып отырды. Мысалы Жапонияның дамуына байланысты керек десеңіз, көптеген алаш зиялылар Жапонның тынышсыз деген әңгімеге қалды. Ол Жапонның бағанағы даму үлгісіне қызықты олар. Соның арқасында мысалы деген сондай Жапон тыңшысы деген атаққа ие болып кеткендер бар. Ойланып қарасақ, олар сол заманда не қылды? Қарапайым, мысалы жәдиттік ілім деген нәрсе болды. Мысалы біздің алаш зиялылар не үшін байқайсыз ба, мысалы 20 ғасырдың басында неге оған дейін қатты болмады да 20 ғасырдың басында бір алаш зиялылар топырлап шығып кетті мысалы. Көп кәдімгідей не үшін деген сұрақ болатын болса, медреселерде білім беретін орындарда жәдиттік ағым деген болған. Оның негізін салушы Гаспринский деген кісі болған, Гаспралы. Сөйтіп солардың мысалы ойланып қарасақ, олар не істеді? Дін ілімін ғана үйретпейік деді, ғылымды да үйретейік деді, физика, математиканы үйретейік. Олар сол арқылы дамиды деді ары қарай. Сөйтіп исламдық көзқарастың ішінде сол жәдиттік ағым деген бар. Жәдит деген арабшада жаңа деген мағына екен. Сөйтіп жаңа бағыттың бір өкілдері Абай да Ахмет Риза жәдиттік ағымның бөлімі екен. Мысалы деген Ғалия, мысалы Вазифа дейді, көптеген нелердің барлығы, медреселердің барлығы жәдиттік ілім келгеннен кейін дамыды. Яғни ол сол бағанағы діни ілім мен кәдімгі ғылымның екеуін қатар алып жүруінің арқасында біздің алаш зиялыларында бір үлкен мақсат пайда болды, үлкен бір топ шықты да. Сол үшін мен ойлаймын, ал енді қазір алаш зиялылар, мысалы Абай, мысалы 19 ғасырда Абай не деді? Абай 19 ғасырда айтты да, ғылымның тілі орыс тілі деді. Ал қазір Абай тірі болса, ғылымның тілі ағылшын тілі деп айтады деді. Өйткені ғылым тілі ағылшын тілі ғой, қазір ойланып қарасаңыз. Демек қазір ағылшын тілі кез келген қазақты, Америкада тұрған болсын, Британияда жүрген болсын, кез келген адаммен теңестіретін білім ол ағылшын тілі болып қалды. Мен қарадым да, егер мен мына жақтан саладан маған пайдалы болатын болсам, мен қанша адамға пайдам тигіземін. Өйткені бұрындар мысалы осыдан әлі интернет қатты дамымай тұрып, біз пәлен елден 50 жылға артта қалдық, 100 жылға артта қалдық деген әңгімелер көп еді ғой. Байқайсыз ба, интернет соларды теңестірді. Ойланып қарасаңыз, бәрін да, мысалы 50 жыл, 100 жыл деген бәрін теңестірді, бәрін бір площадкаға жинады. Дедім, осы кезде не керек? Ағылшын тілі керек деген нәрсе болды да. Менің өзім өміріме әсер етуіне өте қатты әсер етті. Мысалы мен мектеп кезінде енді құқықтан олимпиадаға бардық, басқа түрлі саладан олимпиадаға барып жүрген жігіт бір IQ жарыстарға қатты көп бармайтын едім да. Ал мен ағылшын тілін үйренгеннен кейін IQ жарыстарының мысалы түрлі республикалық жарыстардан орын алдық та, бірінші орын алдық мысалы. Сол кезде түсінгенім, яғни тіл үйрену адамның
бір несін айнала не дейді анандай кругозор дейді ғой орысша. Мысалы адамның танымдық жағынан өте қатты дамытады екен. Мен сол бір тілді үйренуім арқасында мысалы өте көп бір үйренген дүниелерім болды. Мысалы бір адам өзгерді. Керек десеңіз мектеп кезіндегі менің достарым өзі кейін мысалы универде мен ағылшын тілін үйрендім, дамыдым, орталық аштым, кәдімгі сол бойынша офлайн онлайн бәрін үйретті ғой. Кейін көріп айтады, сен қалай өзгеріп кеттің дейді. Айтамын да, бір тілді үйренудің өзі адамның өміріне осылай әсер етті деймін да, кәдімгідей. Сол үшін қазіргі таңда мен айтып отқаным, мен көретін материал мысалы Джим Рон, Диспенза болсын барлығын, мысалы Луиза Хейди болсын барлығын ағылшын тілінде көремін да, мысалы ютубтан. Өйткені қазір ютуб деген мысалы бұрын біз енді 2009-дарда мысалы ағылшын тілін үйреніп бастаған болсам, ол кезде аудио тыңдау деген бір өте не еді. Ағылшын тілді речь тыңдаудың өзі арман еді ғой. Мысалы интернетте ондай қаттамаған. Керек десеңіз мен сол кезде үйреніп жүргендердің кассет арқылы тыңдағандарын көргенмін. Бұрын ағылшын үйренгендер кассет арқылы үйренген. Сол речьті айналдырып қоя қойып тыңдайтын болғанда, қазір ютуб бар да. Шын үйренемін деген адамға қазір кедергі жоқ ешқандай. Өйткені ютубтың өзінде неше бір білімнің атасы жатыр. Барлығын байқасаң ағылшын тілінде да. Соны қарадым. Мысалы индиялықтардың көбісі бәз байқайсыз ба, мықты компанияларда басшылық қызметте. Өте көп мықты компанияларда басшылық қызметте. Не үшін? Өйткені индиялықтардың кезінде мысалы ағылшын отарында болуының арқасы оларға қатты әсер етті. Тағы осылардың бір үйрену кезінде бір қызық дүние, мысалы индиялықтарда қазір Индияда Европаның немесе Американың колл-центрлерінің көбісі Индияда орналасқан дейді. Өйткені жұмыс күші арзан ғой. Бірақ ағылшын тілі керек. Ағылшын тілінің күшті дамуына әсер еткен Шугата Митра деген эдукейтор бар. Сол эдукейтордың бір нәрсесі енгізген шадоуинг деген әдіс. Пенсияға шыққан ағылшын мұғалімдерді жинаған. Сөйткенде скайп арқылы индиялықтар скайп арқылы сөйлейді, англиялық мұғалім үнділер қайталайды. Сөйтіп произношение жөндеген екен да. Сөйтіп бір рынокқа кәдімгі Индияда колл-центрлерді ашып келіп мысалы жасаған да. Үлкен бір өзгеріс қой. Сол сияқты мен ойлаймын, қазір бізде қазақ тілді аудиторияда бір IT мен ағылшын тілі екеуін қатар алып жүретін болса, біз ешкімнен кем болмаймыз да. Өйткені мысалы деген кімнің өзін айтады ғой, Сингапур дамуында да мысалы деген. Малайзиядан бөліп тастаған кезде дейді, кәдімгідей бір қиын болды дейді ғой. Сол кезде адам капиталына салды дейді да. Ағылшын тілін қойды дейді. Ағылшын тілінің арқасында үлкен елге айналды да. Сол үшін менің өзім ойым, жалпы адамның қазіргі таңда, қазіргі заман адамы ретінде жасау керек болатын болса, оған ағылшын тілі міндетті түрде керек. Сол үшін қазір біздің мақсатымыз кез келген қазақтың үйінде интернет бар ғой, кез келген қолында интернеті бар адам ағылшын тілін үйрене алу керек та. Біздің миссиямыз осы болып тұр қазір. Кез келгеніне ағылшын тілін үйрету. Және менің бір ұстанатын дүнием, ағылшын тілін үйренуді мақсат қылып қоймаңыздар деймін. Ағылшын тілін мақсатқа жететін көпір ретінде қолданыңыздар дейді. Сол кезде үйренесің. Мысалы адамдарда мындай нәрсе бар ғой, бір мақсат қойса мақсат алыстап кетеді да. Мақсатқа жету жолында болатын болса, ол не емес, проблема емес. Мысалы мен Астанаға бару деген мақсат қойсам, оған біраз уақыт бара алмауым мүмкін. Мен шетелге бару үшін Астана арқылы баратын болсам, қиындық тудырмайды да. Сол үшін ағылшын тілі ол мақсат емес, ағылшын тілі мақсатқа жететін жол ғана. Окей. Керемет. Енді алтын нәрсе айтайықшы, топ. Сіз ауылдан шыққансыз ғой? Иә. Ауылдан шыққан жігіт, енді ол разница үлкен, ол мойындау керек. Қаламен басқа философияда ойланамыз кішкене. Көп нәрсе шектеулі ғой біз үшін. Сізге алып келген пайдасын айтайықшы. Ағылшын тілін, Алты. Жақсы. 6. Мен ағылшын тілін білгеннің арқасында Қазақстанда ең қымбат мектеп Хейли Берриде жұмыс жасадым. Мәссаған. Өзіңіз ойлаңыз, ол жерде кәдімгі мен негізі балалық арман болатын британецтердің арасында бүйтіп жүру ғой. Сол жерде жұмыс жасадым. Бұл бірінші артықшылық. Екінші артықшылық, қазір мен ағылшын тілін білгенім үшін Coursera сияқты мықты платформаларда білім аламын. 2, ол яғни маған кез келген әлемнің мықты біліміне доступ береді ағылшын тілі. Ол мен үшін бір екінші артықшылық. Үшінші артықшылық, ағылшын тілі мен үшін табыстың көзі. Өйткені мен қазір қараңыз, мен университетте жасап жүрген кезімде мен ары барса бір 250 мың теңге алдым. Әл-Фарабидің Қазақ ұлттық университетінде жұмыс жасап 250 мың теңге айлық алдым. 5-6 жыл тоқтамай. Яғни өспейді да? Өспейді да. Ал мен жеке кәсіпке кеткеннен кейін менің пайдам сол 250 мыңнан мысалы айына бір 7 миллион 10 миллионға дейін көтерілді. Енді неше 30x қой енді былай келгенде, өзіңіз ойлаңызшы. Яғни ағылшын тілін білуім ол мені 30x-ке өсірді да, ойланып қарасаңыз. Ол бір 250 мың тауып жүрген адам мысалы 7,5 миллион тапты деген сөзіңіз 30 есе өсті деген сөз ғой. Былай қарасаңыз. Керемет. Одан кейін мен қазір ағылшын тілін білу арқасында қазір шетелге шығып мысалы жақында Египетке барып қайттық, мысалы кез келген жерде жүрген кезде суда жүрген балықтай болып жүремін. Ешқандай қиындық жоқ. Өйткені сен ағылшын тілін білу ол әлемнің кәдімгі адам ретінде сезінесің ғой. Өйткені сен бір белгілі бір мысалы енді қазақ ұлтының өкіліміз ғой, бірақ сен үшін кедергі жоқ та ешқандай. Кез келген адаммен сөйлесіп кәдімгідей маған бір тағы бір артықшылық сол кәдімгі өзіңнің бір әлемнің тұлғасы ретінде кәдімгідей жүруіңе көмектесті. Мысалы ойланып қарасаңыз. Одан кейін ағылшын тілі маған
IQ-мды дамытуыма өте қатты көмектесті. Мысалы, тестап дегенді білесіз, қазақ тілді жарыс, немесе ой дода деген жарыстар бар. Көптеген осындай интеллектуалды жарыстарда, мысалы Серік Акишев жүргізетін жарыстар бар, мысалы деген IQ дода деген. Соның неше дүркін чемпионы болдық. Мысалы, ойланып қарасаңыз, оның өзі менің IQ-м дамытуыма өте қатты әсер етті. Одан кейін ең соңғы менің өзім мақтайтыным, адам өзі мысалы IQ жағынан дамығаннан кейін өзінің формада жүру деген нәрсе болады ғой. Сол мен формада жүру үшін ағылшын тілді ресурстардан білім алуым. Мысалы, кітаптарым болсын, қазір көптеген кітаптарды ағылшынша оқимын, және де спикерлерді ағылшынша тыңдаймын. Мысалы, біздегі психологияға байланысты алып жүрген адамдардың әңгімесін қайнар көзінен аласың да, бастапқы бұлақтан барып су ішесің ғой, былай келгенде. Маған осы бір алтыншы пайдасы, яғни қайнар бұлақтан білім алуыма тікелей әсер етті. Мысалы, менің өзім Аризона университетінің TESOL сертификатын иегерім да. Ойланып қарасаңыз, Аризона қайда жатыр, мен өскен Абай қайда жатыр деген сияқтылар жоқ. Абай ауылында туған болсам, мысалы, ойланып қарасаңыз, екі бөлек. Яғни мен осы бір 6 түрлі пайдасын айтып кететін едім. Осы бір менің өзім жеке өмірімнің дамуыма осы ағылшын тілінің жай ғана отырып 6 емес 60 түрлі пайдасын айтуға болады. Өйткені адамдар тіл деген дүниені, одан кейін бар ғой бір қызық дүние. Сол ұлттың, сол тілдің иелері деп айтайықшы, енді белгілі бір ұлт, мысалы деген, мысалы американдықтардың өмірі болсын, немесе ағылшындардың өмірі болсын, сол өмірге қызық бастаған сайын нюанстарды көріп бастайсыз ғой. Өйткені cultural shock деген нәрсе бар, cultural difference деген нәрсе бар, яғни культурный мысалы шок болып қалады біреулер бір жерге шыққанда, ол нәрседен алдын ала дайын болып отырасың да, бұларда мындай ғой, бұларда мындай ғой деген сияқты. Сол үшін тіл білу ол адамға үлкен преимущество береді. Университетте жұмыс жасап жүріп 7 жыл. Нақты не қамшы болды жұмыс жасау керек осы бағытта қолға алу керек деген. Қандай себеп болды? Яғни 7 жыл ғой, ол оңай уақыт емес. Оңай уақыт емес. Адам үйреніп қалған. Бір қызығы, енді бакалавр, магистратура, докторантура барлығын бітірдім. Университетте мұғалім болып жұмыс жасап жүрмін. Бағанағы айлық өспейді біріншіден. Ойланып қарасаң, айлық өспейді. 7 жыл қатарынан. Одан 7 жыл қатарынан өскенде енді білмеймін, енді бағанағы одан қасында деген бамбуктың өспейтін уақыты тезірек өседі ау деп ойлаймын. Ана бамбук жатады, 5 жыл жатады дейді ғой, сол. Мен 7 жыл жүрдім, ол бамбук тез өсіп кетті одан да. Сөйтіп, айлы жалақы жағынан өте не болды. Одан кейін негізі университетте байқайсыз ба, студенттерге білім берген кезде тегін білім бересің ғой. Оның қадірін түсінбейді. Мынау деп ойлайды да. Сен өзі жеке секторға шыққан кезде менде мындай бір ой болды. Егер сен университет жалдап, мысалы деген саған айлық беріп отыр ғой, сол үшін білім беріп жатсың ғой. Сонда білімің тек қана 250 теңге тұра ма деген ой болды да менде. Егер шынымен сен өз біліміңе сенсең, ол білімге адамдар өздері төлеуге дайын болу керек. Мысалы, жақында енгізеді деп жатыр, білмеймін қаншалықты енгізетінін. Негізі, мысалы, қараңызшы, егер университеттерге түсетін студенттерге ақшаны бірден мемлекет университетке емес, баланың счетына тастап, баланың счеты бала өз таңдаса кімге төлеу керек екенін. Университет таңдау әңгімесі өзгеретін еді да. Өйткені балада жауапкершілік болады, өзі мемлекет беріп жатқан ақша ғой деп қарайтын еді да. Бұны мен универдің осы білімін алғым келеді деген нәрсе ғой, таңдау болатын еді да. Бізде қазір гранттың бөлінуіне байланысты бір қызық дүние бар. Соны енгізеді деп жатыр алдағы уақытта. Оны енгізсе, қазір тек бәсекеге қабілетті университеттер жұмыс жасайтын еді да. Яғни менің өзімнің таңдауым сол бір жеке кәсіпке қарай кету маған да оңай болған жоқ. Кәдімгі, мысалы, біреулер ұрысы басқа болып шығып кетеді универден. Мен кәдімгі сабағымды бердім, бәрін аяқтап сол күні зав кафедраға кірдім да айттым, мен университеттен шығамын дедім. Ой, жайшама деді. Өйткені мен қазір жеке кәсіпте осынша бала оқытып жатырмын. Мен одан да көп бала оқытқым келеді. Және оның төлемі де жақсы, және ол жердегі нәтиже де жақсы болып жатыр. Ой, бізге жастар керек, бағана болады енді, ол шығармау үшін біраз әңгіме болды. Айттым, рахмет, басты әйтеуір деген, алдағы уақытта сіздерге бір спонсор болуға, басқа болуға қарсы емеспін деп, осы жақында ол кісілерге спонсор болып жатырмыз да, бір үлкен жарыстарына. Яғни бір қызық дүние, сен осы жерден айлық қылып алып келіп жүрген дүниең қазір айына сол спонсорствоға сонша сумма құртасың ғой. Енді ол енді деңгей ғой, түсінесіз ғой. Оның табыс көзің ретінде бұрын қарап келген дүниеңді сен жай ғана мысалы қайырымдылық, спонсорство деген сияқты дүниелерге бөле алатын деңгейге жеттік қой. Яғни, мен биттім, сөйттім, ақталмады деген обида емес, балалық обида емес, нағыз өскен ер азаматтың, яғни мен саналы шешім. Маған бір сәтімен көмектесті, бірақ мен қайта оралып, 2 есе көмектесіп. Сол ғой. Окей, успешный успех туралы айтсақ. Маған өте қызық тақырып. Қателеспесем, сіз айына емес, осы курс арқылы күніне қанша табасыз? Өзімнің таза пайдам ба, жоқ әлде оборот? Компанияның обороты 1,5 миллион. Күніне 1,5 миллион теңге. Ол оборот. Окей. Бұл оборот, достар, бұл нақты емес жастарға. Енді осы күніне 1,5 миллион келетіндей оборот үшін қаншама жылдық еңбек жатыр? Ол енді 2009-дан бастап бастадық қой.
16 жылдық еңбек жатыр. Бір қызық дүние, мен үйрену 16 жыл, иә 16 жыл. Мен бір қызығы осы бір дүниені үйренген кезде менің үйренуім өте баяу жүргені үшін мен өте көп еңбектендім. Соның арқасында мен түртіп алып жүретін болдым. Мына тақырыпты былай түсінуге болады екен. Мен үйренген кезде тек қана үйренушінің рөлінде болған жоқпын, үйретушінің де рөлінде үйрендім да. Мысалы байқайсыз ба, бір нәрсені үйреніп жатсаңыз, өзіңіз үшін үйренсеңіз қатты үйренбейсіз. Осыны біреуге айтып беремін десеңіз қаттырақ үйренесіз ғой. Өйткені сіз мұғалім ретінде мен сіңіруім керек және оны шығаруым керек деген нәрсе тұрады да. Сол үшін солай үйренгеніміздің арқасында қазір өте көп оқушыларымыз, студенттеріміз жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр. Соның арқасында. Және де келген адамның бәрін мақтайтыны өте түсінікті тілде түсіндіреді екен дейді. Негізі байқайсыз ба, өмірде адам қиындық болған кезде бұл қиындықтың дұрыс минусты плюсқа айналдыру деген сияқты дұрыс қарай алсақ, мысалы менің үйренуімде өте қиын болған үшін мен сияқты өте қиын үйренетін адамдарға дұрыс жолды дұрыс нұсқаймыз да. Артықшылық осы болды. Мысалы бізде мықты мысалы мұғалімдер бар өзіміздің қатарда да. Ол мұғалімдердің бір несі өте талантты мұғалімдер. Өте талантты болған жақсы, бірақ ол өте талантты мұғалімдердің проблемасы баяу үйренетіндердің проблемасы түсінбейді олар. Оны қалай түсінбейсің дейді. Оны былай түсінбейді деп мен түсіндіремін да, өйткені ол мына нәрседен сақтастырады. Ағылшын тілін енді бастап үйренгендерде бір мындай қателіктер болады, байқайсыз ба? Көптік жалғау еш жалғанады. Және present simple-да үшінші жақ еш жалғанады деген. Болды ғой, анау I dance, you dance, he dance дейді ғой. He dance more дейді ғой. Ол не қатырақ билей ма не деген сияқты. Бір осындай проблемаларды мен жік-жілігіне бөліп түсіндірген кезде үлкен артықшылық болды да. Осы енді көреміз. Жалпы алдағы уақытта бізде тағы бір қызық дүние, біздің курстың ерекшелігі арасынан мысалы Дубайға, шетелге жіберіп отырамыз да студенттерді. Өйткені түрлі бір қызық нелерді қойып қойғанбыз. Ол да әсер етеді негізі. Кәдімгі бізде жеңіп алған кісі әлі паспорт жоқ екен да алдын. Паспорт жасататын дейді. Және мамамды апарамын бірге дейді. Сөйтіп мамасы екеуі барып қайтты. Мына жерде видеода көрсетіп кетсек болады. Мамасы екеуі кәдімгі Дубайға барып паспорт жасамаған кісі біз үшін паспорт жасатып, мамасымен келіп отқан екен. Қазақта әйтеуір дейді анау орамал том алмай жол болады деп әйтеуір өзінің жолына деп беріп, кәдімгі андай бір күшті сезім болды да. Ойлаңызшы, ауылдың кісілері келіп сіз айтады, сіз осындай курстан маған Дубайға саяхат бергеніңіз үшін ғана Дубайға барамын. Әйтпесе мен өмірімде қашан баратынын білмедім дейді. Анадан кейін. Сөйтіп алдағы уақытта керек десеңіз бағанағы болады ғой. Өзім осы алдағы айда өзіммен бірге 4 адамды Дубайға алып кетемін деп шештім. Өзім бірге барам. Сол жерде практикаларын жасаймыз. Куратор болып кәдімгі болады ғой. Ой, қазір сол неде жұмыс жасап жатыр қазір алдағы уақытта. Сол үшін бір ол да бір үлкен біз үшін бір алға жылжу болып саналады. Алла береке берсін. Рахмет сізге. Яғни айтқым келгені менде ой ғой енді 16 жыл керек болды да осындай бағытта жұмыс жасау үшін. Яғни оңай емес деген ғой. Яғни кейбір кезде көресің ғой инстаграмдардан баяғыдан жас кезде анау күшті көлік алып жатыр, мынау үй алып жатыр, мынау көршің кезінде мектепте әшейін жүрген балалар там класстастарын коттедж алып жатады, үй алып жатады, қозғайды ғой іштей. Оның артында қанша жылдық еңбек жатыр да. То есть шынымен де қазір жастарға да көп айтамын да, мен үнемі студенттер болсын да, көптеген компанияда оқытамыз ғой, сол кезде де оңай деп ойламаңдар деп өйткені қажырлы еңбек жатыр да. Енді былай қарасаң, мен бір ретте таңғалып қалдым да, Айбек мырзамен танысқан кезде там қанша табасыз, оборот қандай деп қызық қой енді кәсіп жүргеннен кейін. Айтады да, енді қазір полностью жаңағы осы жобаға бар күшімді салған арқасында жаңағы мысалы тек пока что күніне 1,5 миллион оборот жасап жатыр. Оның бірақ артында қанша команда тұр, өзінің еңбегі тұр, семьясы тұр. Бір керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Бір кәдімгі бір бана болды. Негізі креативный маркетинг деп өзім қатты қызығамын ол салаға. Өйткені қазір барлығында инструменттер бар, бірақ сол инструментті қалай жеткізе алуда болып тұр да, қолданып алуда болып тұр. Яғни сіздердің салаңызға өте қатты қызығамын. Өйткені бізде де мысалы бір күніне таргетке кететін ақшаны мүмкін азайтар ма, креативный маркетингпен айналыссақ деген сияқты бір көбіне өзіңізден де ақыл сұрап тұруға тырысамын. Сол үшін келгеніңізге көп рахмет. Бізде енді анау қазақта қуыс үйден құр шықпа дейді ғой, құралған шықпа дейді ғой. Сол үшін бір арнап сізге алып келген бір кітап бар. Өзімнің өміріме өте қатты әсер еткен 7 навыков высокоэффективных людей деген кітап бар. Жасампаз адамдардың 7 қағидасы деген Стивен Ковидің өзіме қатты әсер еткен. Бұл жыл сайын оқысаң жаңа қырынан танылатын кітап. Сол кітапты бір қонақ болып келгеніңізге алғыс ретінде бір сыйлағым келіп тұр. Ой, рахмет. Қандай керемет. Стивен Ковидің өте керемет тұлғалардың бірі ғой негізі. Стивен Ковидің. Рахмет сізге көп. Алла разы болсын. Сізге береке. Рахмет. Жаңа енді маған ең күшті нәрсе болған ол талай білім беріп отырсыз ғой, жұмыс жасап. Негізі білім Құдайдан берген аманат дейді ғой. Өйткені білім саласында жүрген адамдар шын расында көп еңбектенеді, халыққа қызмет етеді, жұмысы көп та.
бірақ жаңағы сөз ғой, мектеп мұғалімі, жалпы мұғалім, ұстаз класстың есігін ашады дейді. Ары қарай оқушылардың алып кетуі ары қарай енді өзінде. Сол себепті керемет 16 жыл еңбек, 16 жыл шынымен тарих. Құдай қалса 20 жылдықта кездесейік деп. Иә, ары қарай дамыта береміз. Өйткені менің мақсатым айтып отырмын ғой. Әр қазақтың баласы біздің жоба туралы білетіндей, әр қазақтың баласы біздің жобаны білсе, ағылшын тілін білетіндей, бір сондай бір деңгейге жеткізіп, Құдай қаласа, кәдімгі бір үлкен бір деңгейге жетсек, мысалы мен айттым ғой, Шугата Митра кәдімгі бір үнді халқыда өте көп, мысалы, популяция көп қой, былай қарасаңыз. Олардың өзін бір деңгейге көтерді ғой. Сол сияқты кәдімгі саны аз қазақтың манағы санынан сапаға қарай көшірсек, сол жағына еңбек етсек деп көбіне жұмыс жасап жатырмыз. Алдағы уақытта тек қана бір ағылшын тілімен шектелмей, оқуға байланысты бір көптеген проекттерді қолға аламыз. Сол проекттерді жасап, Құдай қаласа елдің пайдасына тиетін үлкен жұмыстарды атқарсақ деген ниетіміз бар. Қонақ болып келгеніңізге рахмет. Рахмет, көп жақсы.